Сәлем достар. Қандай тамаша күн. Қараңыздар. Аспан ашық. Күн жып-жылы. Таңғы 5. Мен таңғы 4 жерінде далаға шығып, жаттығуымды жасап, серуендедім. Ең бастысы көп ойланбастан далаға шығып кету. Себебі бұл өте үлкен ерлік. Мен қаншама күн болды далаға ерте шығып кетуге батылым жетпей жүрді. Бүгін не бірінші күн. Сіздерге де пайдалы болсын, өзіме де мотивация болсын деп, әр күн сайын осындай видео обзор жасап тұрамын. Және бұл менің ерте далаға шығып практиканы жасап жүрген себебім денсаулығымды жөндеу үшін. Денсаулық мықты болу үшін біз таза ауада көбірек болуымыз керек және таңертең ерте тұруымыз керек. Альхамдулилля, бүгін бірінші күн. Сіздерге күндеріңізге сәттілік тілеймін. Екі дүниеде бақытты болыңыздар. Әр күндеріңіз берекелі, мәнді, сәнді болып, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын. Айналамызда құстар, табиғат ортасында осындай тамаша көңіл күйде жүрмін. Сіздерге де бар жақсылық тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сәлем достар. Қандай тамаша күн. Қараңыздар. Аспан ашық. Күн жып-жылы. Таңғы 5. Мен таңғы 4 жерінде далаға шығып, жаттығуымды жасап, серуендедім. Ең бастысы көп ойланбастан далаға шығып кету. Себебі бұл өте үлкен ерлік. Мен қаншама күн болды далаға ерте шығып кетуге батылым жетпей жүрді. Бүгін не бірінші күн. Сіздерге де пайдалы болсын, өзіме де мотивация болсын деп, әр күн сайын осындай видео обзор жасап тұрамын. Және бұл менің ерте далаға шығып практиканы жасап жүрген себебім денсаулығымды жөндеу үшін. Денсаулық мықты болу үшін біз таза ауада көбірек болуымыз керек және таңертең ерте тұруымыз керек. Альхамдулилля,